Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге күріштің әдемі шашыраңқы болып пісуінің әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға майымызды құямыз, үстіне жуылған таза күрішімізді салып, 1 минуттай күрішімізді жақсылап қуырып аламыз. Сосын үстіне ыстық қайнаған суымызды құямыз. Күрішімізден 1-1,5 сантиметрдей асық болуы қажет. Егерде бұдан артық құйсаңыздар, күрішіміз жабысып қалады. Тұз қосамыз, жақсылап араластырып, бетін жауып, жай отта пісіріп аламыз. Оған дейін подливын дайындаймыз. Етті осылай ұсақтап турайып алдым. Үстіне біраз қасық соевой соусын қосып, жақсылап араластырып, мұздатқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Табамызға майымызды құйып, оны қыздырып аламыз. Жаңағы етімізді салып, қуырып аламыз. Қызартып қуырып болған соң үстіне пиязымызды, чесногымызды салып, қызартып қуырамыз. Сәбізімізді саламыз. Картопымызды саламыз. Кішкене біраз қасық томатымызды қосып, жақсылап араластырып, 1-2 минуттай қуырамыз. Паприка қостым. Араластырып, үстіне ыстық қайнаған суымызды құйдым. Бетін жауып, бір қайнағанын күтеміз. Бір қайнаған соң дәміне қарай тұз себеміз, бұрыш себеміз. Сосын астын жай қойып пісіріп аламыз. Күрішіміз дайын болды. Осындай шашыраңқы, өте әдемі болып пісті. Ыдысымызға жабыспас үшін ыдысымызды сулап, осылай салып аламыз. Кейін ыдысымызға төңкереміз. Подливкамызды саламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сонымен қатар менің каналымда өте дәмді, оңай жасалатын тағамдардың рецепттері бар. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.